Бүгін біз қала соғу режимін жалғастыратын боламыз. Мен қонақ үйді бітірдім. Бірінші бөлмесі. Екінші бөлмесі. Достар, осы қонақ үйді бітірдім, және де магазин салдым. Ол магазинді мен сіздерге қазір көрсетейін. Міне осындай болып шықты менде. Ішінде осындай киімдер бар, және осындай тамақтар. Достар, осы магазин сіздерге ұнаса лайк басып отырыңыздар. Қазір сіздермен бірге біз тағы да басқа заттар салатын боламыз. Мысалы, тұрғындардың үйлерін. Достар, тұрғындардың үйлеріне мен сіздермен бірге салатын болам. Алыншы лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Біз заттарды алып болып қалдық, достар. Айтпақшы, бұл рубрика ұнаса сіздер лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Келесі видео 2-3 күннен кейін шығатын болады. Достар, заттарды алып болып қалдық. Достар, біз заттарды алып болдық. Енді орынды жайғастырып алайық. Қазір. Алыншы үйімізді бастайық. Алыншы бірінші ағаштарды осылай көтеріп аламыз. Көтеріп болған соң біз дейтін мына блокпенен үйдің қабырғасын жасайтын боламыз. Достар, бұл үй өте қиын емес, жақсы жасалады. Осындай крыша болатын болады бізде. Достар, шағын пауза. Осылай үйдің крышасын жасайтын боламыз. Алыншы мен крышасын жасап болған соң келетін боламын. Достар, менде осылай шығып жатыр үйіміз. Осындай екі жағынан терезе қойдым. Крышасы осындай. Мындай стража эндра қойдым ішіне, жарық береді. Енді ішіне кірсек, ең бірінші мен осындай кроватьпенен қасына осындай уиді қойып қойдым. Осы жақсы болады, өйткені типа шкафқа ұқсайтын болады. Үстіне горшок қойып қойсақ болады. Гүлмен. Өте әдемі. Және мына жерге мен сундуқ қойғым келіп тұр. Және верстак. Верстак қойғым келіп тұр. Және де пеш. Достар, пештің үстіне
осында рельстер қойып қоюға болады. Мына жерге осылай. Осындай плиталар сияқты көрінеді. Достар, осындай үй соққанымыз ұнаса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Менде осындай үй шықты. Енді 3-ші серия 2-3 күннен кейін шығатын болар. Енді осы видеоға лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.